Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай дәмі тілді үйіретін зебра пирогын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарамыз. Содан соң жұмыртқамызға 300 грамм қант қосамыз. Енді жақсылап көпіршіктер шыққанша миксерлейміз. Енді осылай бетін миксермен жүргізгенде іздер қалу керек. Мен шамамен 5 минуттай миксерледім. Енді 200 мл айран құямыз. 200 грамм қаймақ салуға да болады, бірақ мен айран қолдандым. Жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқалы массамызға ерітілген 100 грамм сары май саламыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді үстіне 250 грамм ұн саламыз. Үстіне 2 шай қасық қопсытқыш салып, жақсылап миксерлейміз. Ұнымыз шашырамас үшін алдымен осылай миксерді қоспай, жай араластырып аламыз. Енді қамырымызды 2-ге бөлеміз. Бір ыдысқа 3 ас қасық какаомызды саламыз және жақсылап тұрып араластырамыз. Домалақ формамызға пергамент төсеп, осылай 2 қасықтан кезек-кезек қамырымызды құямыз. Мен осылай 2 қамырымызды құйып шықтық. Енді зубочистканың көмегімен осындай оюлар салатын боламыз, дәл видеодағыдай. Енді осыны 180 градуста қыздырылған пешке 45 минутқа қоямыз. Міне 40-45 минуттан кейін пирогымыз осындай жып-жұмсақ, дәп-дәмді болып пысады. Қазір сіздерге бөліп көрсетемін. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Міне осындай болып көтерілген. Барлығыңызға рахмет, сау болыңыздар.